Ассаламу алейкум, құрметті бауырлар. Көптен бері ойымда жүрген бір мәселемен бөліскім келіп жатыр. Бұл өзінің қарт ата-анасын умраға жіберетін, қажылыққа жіберетін адамдарға байланысты. Егер сіз көмекке мұқтаж, жанында қарасып жүретін, немесе бағанағы коляскасын итеріп жүретін адамға мұқтаж әкеңізді немесе анаңызды умраға, яғни кіші қажылыққа немесе үлкен қажылыққа жібергіңіз келсе, онда міндетті түрде жанында көмекші болып өзіңіз барыңыз, немесе ақшасын төлеп жанына көмекші адам жалдаңыз. Ал жай ғана көпшілікке қосып жіберіп, мен ата-анамды ырза қыламын, ата-анамның сауабын аламын деу, бұл үлкен қателік. Неге? Өйткені ата-анаңыз ол жаққа барған кезде басқа адамдарға салмақ болады. Олар да өзінің құлшылығын емін-еркін жасайын деп ақшасын төлеп умраға, қажылыққа барған адамдар. Неге сіз өзіңіздің ата-анаңызды оларға салмақ етесіз? Неге олар сіздің ата-анаңызды алып о жақта итеріп жүруге міндетті? Олар да ақшасын төлеп өзінің қажылығын, умрасын жасауға барды. Ата-анаңыз көмекке мұқтаж болғаннан кейін ол жердегі адамдар амал жоқ, қаламаса да, ата-анаңыздың қиналып тұрғанын көргеннен кейін оған көмектеседі, біреулері алып жүреді. Бірақ олар іштей қанша құлшылықтан қалып жатқанына қынжылады. Олай сауап табамын деп әуре болмаңыз. Сіз қанша адамның құлшылығына кедергі келтіріп жатырсыз. Сол үшін де ата-анаңызды жібергіңіз келе ме, онда өзіңіз бірге барыңыз. Немесе біреуді жалдап, ақшасын төлеп, умраға, қажылыққа қосып жіберіңіз. Немесе компаниямен сөйлесіңіз. Сіздерде адам бар ма? Мен бағанағы баратын адамға, немесе гидке, егер сол разы болса, соған көнсе, қызмет ақысын төлейін, сөйтіп менің анама немесе әкеме қарап жүрсін деп, сөйтіп өтініш білдіріңіз, келісіңіз, мәселені солай шешіңіз. Ал өзіңіз бармайсыз, біреуді қосып жібермейсіз, біреуге қызмет ақысын беріп, қарайласып жүруге келіспейсіз. Сөйтесте мен ата-анамды қажылыққа жібердім, ата-анамды умраға жібердім деп, ал ол кісілер барғаннан кейін қанша адамға салмақ болады, қанша адам өзінің құлшылығын тастап, сол кісіге қарайласып жүреді. Сол үшін де мұндай іс-әрекет жасамаңыз. Бұл біреудің ақысына кіру болып табылады. Алла тағала баршаңызға разы болсын.